Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай ерекше кешкі асқа тәтті дайындайын деп жатырмын. Видеоның соңына дейін қараңыз. Енді ерекше қамыры самсаның песочный қамырына келеді. Сондықтан видеоны аяғына дейін көрулеріңізді сұраймын. Осындай бізде тысымызды алып алдық. Енді тысымызға ең бірінші біз осындай енді үйдің сармайында қоссаңыздар болады. Енді мен 72% осындай майымызды ертіп тысымызға құйып аламыз. Енді орта кеседен артық алдық. Егер де көбірек жасаймын десеңіздер, онда бір кеседен майды алып жасасаңыздар болады. Оған енді 2 жұмыртқа, мына жерде 3-ші жұмыртқаның сарысын жеке алдым жағуға. Сонда 2,5 жұмыртқадай кетіп тұр. Міне. Егер де жұмыртқа үйде 1 жұмыртқа болса, одан да жасай беруге болады. Мен енді сарылығы әдемі болсын деп осылай 2,5 жұмыртқа қосып жатырмын. Енді бізге осындай 20%-тік қаймақтан 3 қасық қосамын толтырып. Қаймақтың орнына сіздер айран қоссаңыздар да болады негізі. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасай беріңіздер, шыға береді. Міне, қаймағымызды салып аламыз. Енді 1 шай қасық мен осылай тұз салам. Және 1 шай қасықпен қопсытқыш, разрыхлитель дейміз ғой, осын салып аламыз. Енді қазір осының барлығын араластырамыз. Майымызды құйып алдық. 2 жұмыртқаны соғалтында және 1 жұмыртқаның сарысын жеке алып қалдық. Және 3 ас қасықпен қаймағымызды салып алдық. 1 шай қасық тұзымызды салдық. Және 1 шай қасықпен қопсытқышымызды салып алдық. Міне енді осылай араластырып аламыз. Міне бізде осындай сұйықтық болып тұр, қарап алыңыздар. Міне. Енді осыған електен өткізілген ұнымызды сала отырып, нанымызды бұқтырамыз. Енді құр ұнымызды сала отырып, онда бірден көп салып жібермеңіздер. Осылай аздап-аздап салып, ақырын бұқтырасыздар. Міне, осыны бір бұқтырып алайық. Енді мынау жұмыртқаның сарысы қазір бізге барлығы болғаннан кейін бетіне жағуға керек. Сол себепті бұны қоя тұрамыз енді. Оңай, әдемі, тез жасалады. Майға пісірмейміз. Майлы демейсіздер, көбінесе маймен піскен тамақтарды ұнатпайтын кісілерге, немесе жеуге болмайтын кісілерге жақсы бұл. Сондықтан жасап көріңіздер. Ұнды енді өздеріңіз көз мөлшерінде салып отырасыздар. Өзі кез келген нәрсе қаймақ қосқаннан кейін өзі ашытылып жатқанда да күшті ерекше болады. Енді тағы ұнымызды салып аламыз. Жұмсақ әдемі қамырымыз дайын болады қазір. Осының барлығына 10 минутта уақыт кетпей, міне, ашытуымызға. Сондықтан үйден міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осылай. Менің каналымда көбінесе тез жасалатын тағамдар көп. Пирогтың бірнеше түрлері бар. Жасап көрсеңіздер болады. Сметаник, карамельный, восточный. Ол пирогтарды дәл сол менің рецептіме жасасаңыздар, бір жасағаннан 100% шығатын пирогтар. Сондықтан жасап көріңіздер. Дәл соның қамырымен жасалатын, мысалы, тез 20-25 минуттың ішінде дайын болатын песочный печенье дегенде бар. Оны да жасап көрсеңіздер болады. Мысалы үшін шайға не дайындайын десеңіздер, көбінесе демалыс уақытында біз бір нәрселерді пісіксіз, әйел адамдар сөйтіп жүреміз ғой. Сондықтан сенбі, жексенбі күндері сол тағамдарды жасап көрсеңіздер болады. Бауырсақтың түрлері бар. Ашытқысыз, ашытқымен, жылы суға дайындалатын бауырсақтың түрлері бар. Сондықтан жасаңыздар, көріңіздер.
керемет жеңіл рецепттерді салам. Үйдегі бар заттардан жасалатын көбінесе. Міне, нанымыз да дайын болып қалды. Менде қамырымыз дайын болды. Достар, міне қамыр дайын болды. Тез әрі жылдам уақытта дайындалатын осындай міне тәттіміздің қамыры. Бұл енді қамыр самсаға да кете береді. Сондықтан бірден жасап көріңіздер. Міне, енді осы қамырымызды салафанымызға салып, холодильникке бір 15-20 минутқа сала тұрамыз. Достар, енді біз кешкі шайымыздың тәттісін дайындауға кірістік. Бізде қамыры дайын тұр. Енді құр бізде ішіне не саламыз, соны көрсетейін. Міне бір түріне осылай қылып жасаймын. Қойытылған шоколадный сүт дейміз. Міне осыны алып аламыз. Енді күнделікті шай ішіп жүргенбіз өзіміз. Енді джем бола ма, алманыкі, кез келген нәрсемен жасасаңыздар болады. Міне осылай дайындап жатырмын. Қазір ішіне аздап салып, осылай жасайтын боламын. Не осындай азғантай болса жеткілікті. Енді сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көп жасағыларыңыз келсе, көп дайындайсыздар. Үйде бар заттардан жасауға болады негізі. Бір қамырмен екі тәттіні көрсетейін деп жатырмын. Екіншісі, достар, осындай бізде мейіз, қара мейіз болсын, сары мейіз болсын, осындай түсті болсын, кез келген жасай берсеңіздер болады. Міне осылай мен салып аламын. Аздап. Енді қазір турап осыны араластырып арасына салатын боламыз. Осылай. Өте ұсақ қылсаңыздар да болады, енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Енді осылай. Үйдегі бар заттардан жасайсыздар ғой сонда. Міне осылай турап алдық. Енді осылай қолымызбен араластырып жібереміз. Қамырымызды холодильниктен алып шықтық. Бар болғаны 15 минуттай ғана тұрды. Міне осылай алып шығамыз. Әдем болып тұр. Оны сеуіп жіберейін. Міне осылай жазып аламыз. Екі бөлікке бөлем. Енді екі түрлі қылтып жасайтын болғандықтан екіге бөліп алдым. Енді міне осылай бір басып жібереміз. Бір қамырды қойып, біреуін ысып аламыз. Өте қалында жұқада болмау керек. Видеода қалай көрдіңіздер, солай жасаңыздар. Жұмыртқаны молынан қосқаннан кейін сап-сары болып қамырымыз да әдемі болып тұр. Өзі қамырмен жасалатын тағамдарды өте жақсы көрем. Қандай да болмасын, бауырсақ болсын, басқа тәттілер болсын, қамырмен жасалса болды маған. Міне достар, біз нанымызды ысып алдық. Енді осылай 4 бұрышты қылтып кесіп аламыз. Осындай қалыңдықта нанымыз. Видеоны көргеннен кейін міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір бір-екеуін жасап көрсетейін мен. Қалай болатын. Қалғаны уақыт созбай қояйын. Кішкене ғана аздап повидланы осылай саламыз ортасына. Кез келген нәрсені ішіне начинкасына салып жасай берсеңіздер болады. Бәрімен шығады. Өз қалауларыңыз бойынша нені салғыларыңыз келеді, сала беріңіздер. Мен барлығына салып шықтым. Енді жасалу түрін көрсетемін. Екі шетін аламыз. Осылай ортасынан бөгіп. Мына екі шетін осылай
бір-біріне жабыстырамыз да шеттерін осылай қолымызбен біріктіріп шығамыз. Мен самсаны қалай жасайсыздар, солай да жасай берсеңіздер болады. Үшбұрышты қылтып жасауға да болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасай беріңіздер. Міне, қамырымыз бізде жұқа да емес, қалың да емес. Сондықтан міне осындай жасап шықтық. Міне қараңыздар, ашылып кетпеу үшін осылай шеттерін басып жібереміз. Міне. Бүгін кешкі шайымызды әдемі болайын деп тұр. Міне, осылай жасап шығасыздар барлығын. Тәттімізді дайындап болдым. Барлығын осылай жасап алдым. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай енді қазір бұны қоя тұрып екіншісін жасаймыз. Сосын бірге пешімізге салатын боламыз. Жұмсақ болып әдемі болып тұр. Арасына аздап ұн септік. Жасағанына кішкене аздап уақыт кетеді демесеңіздер, бұлай ашытылуы тез. Құрт пешімізге салып піскенін ғана күтіп отырамыз. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Не болды? Қайсы? Қыздарым ауырып жүр бәрі. Қазір, кстати, ауып әдеде. Мұны ұстамай, е? Ұстама міне? Шеу. Пышақпен бөліп шығамыз. Енді бұны да бұлай бөліп шығасыздар. Кішкене өте кішірейтпей қояйын. Үлкен қылып жасай берейін. Осылай салып отырамыз. Енді екеуін біріктіре саламын. Мен енді мынаны басқашалау қылып жасайын деп жатырмын. Біреуін көрсетейін, қалған түсінікті болады деп ойлаймын. Қиықша сияқты қылтып кесіп алып, ортасына салып, начинкасын осылай бүге саласыздар міне. Барлығын осылай жасап шығаңыздар. Екі түр қылтып салып алдым. Енді манағы жұмыртқаның сарысын осылай бетіне осылай барлығына жағып шығасыздар. Енді уақытты созбай қояйын. Достар, міне сіздермен бірге осындай тәттілерді жасадым. Енді менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте керемет шығады міне. Екі жақ беті де осылай әдемі болып пісіп шыққан. Енді қазір дәмін бірге көрейік. Міне мынау сгущенкамен жасалған, мынау бізде мейіз өтпен жасалған. Міне осылай екінші түрі. Қараңыздар, осылай ерекше әдемі күшті болып тұр. Енді дәмін көрейік. Сөзбенен жеткізе алмайым. Күш шыққан. Ал келесісін көрейік. Мынау изюммен жасалған. Кәдімгідей ыстық болып, күшті болып тұр ғой ортасы. Жұмсақ болып. Міндетті түрде жасап көріңіздер міне. Қандай түрін жасасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен осылай жасадым. Тез әрі жылдам пісті, 20 минуттың ішінде. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.